Теңіз туралы аңыз. Қанша уақыт ойланбақсың? Соны айтшы маған. Түні бойы ойланам. Түні бойы деймісің? Сен түні бойы не ойланатыныңды білмеймін, бірақ ол туралы ойламай-ақ қойсаң болмай ма? Мен соны қалаймын. Бұл тағы не дегені? Мен туралы ойлама дегені ме? Маған неге бұлай қарап тұр? Ашуланып тұр ма? Маған ба? Неге? Енді тынышталған сияқтысың ғой. Қазір ештеңе ойламай, еш нәрседе істеме. Жонше. Болыс басшысының шырақ жағылған қаптарды теңізге қарай ұшыруының бір себебі болды ғой. Жарықты көрген су перісі міндетті түрде су бетіне шығатын болады. Жоқ, Сэхуа. Бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы, бұл түсің емес. Қорқынышты түс көрдің бе? Иә, қорқып кеттім. Неге? Білмеймін. Негізі ештеңеден қорқпаушы едім. Өйткені жоғалтатын еш нәрсем жоқ. Бірақ қазір қорқайын дедім. Жоғалтып алам ба деп қорқам. Кімді? Не? Сэхуаны ма? Не? Мен бәрін естідім. Жоқ, Сэхуа дегеніңді естідім. Ол кім? Сэхуа деген кім? Ол да сенің бұрын кездескен қыздарыңның бірі ме? Жоқ, олай емес. Енді кім? Әйел ме? Иә, әйел. Әйел? Әйел ме? Әдем ме? Шын айтайын ба? Әрине шыныңды айт. Бір-бірімізге өтірік айтпаймыз деп келіскенбіз. Әдемі. Ол өте әдемі. Өте әдемі екен ғой. Ал мен ше? Сен де әдемісің. Тек біреуімізді таңда екеумізді де әдемі дегенің қалай? Сен 200 адам бедің? Не? Сен мұндайда сөз білемісің? Қане тезірек жауап бер, менің көңіл күйім жоқ. Көңіл күйі жоқ дейді. Көңіл күйім жоқ дегенім шындап отырмын дегенім. Осы сөзді білмейсің бе Жонше? Ғаламторда барлығы солай жазады. Қане жауап бер. Әрине. Әрине. Ол сен. Шынымен бе? Менің көңілімді аулау үшін айтып отырған жоқсың ба? Сэхуа деген кім өзі? Шындықты айтып отыр ма? Әлде мені жынды қылып отыр ма? Мен шынымен де Сэхуадан әдемім бе, рас па? Сен әдемісің. Керемет. Не? Айтайын дегенім керемет сөзі тағы
күшті жақсы деген мағына береді. Ғаламторда барлығы солай қолданады. Білмесең есіңде сақтап ал. Қайда кеттің? Бөлмеме барайын. Кетпе. Жунже массың ба? Кетпе деп сен тек мас кезіңде ғана айтасың. Жақсы, мен мас делік, бірақ кетпе. Мен кетпеймін. Жунже, Иә, білесің бе? Жаңағы жаңағы не? Жаңағы ше. Жаңағы. Осы ма? Иә, осы. Осы сүйісті енді ұмытпасам бола ма? Әрине. Бұны қалай ұмытуға болады? Жарайды. Енді ұмытпаспын. Ұйықта. Мен сенімен бірге ұйықтайтын болсам, жаман түс көрмеймін. Жунже, сен күн сайын жаман түс көрсең жақсы болар еді. Жаман түс көргенің маған жақсы. Жунже мені жақсы көреді. 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 Жүрегім қуаныштан жарылып кетпей ме? Неліктен бүгін күн сондай ыстық сияқты? Мен неге ыстықтап тұрмын? О, Құдайым, қуанышымды жасыра алар емеспін. Жунже мені жақсы көреді. Көк теңіз туралы аңыз. 13-ші бөлім. Кіріңіз. Апай, маған бір стақан бал қосылған су бересіз бе? Не істеп отырсыз? Ішімдік көрсем құсқым келеді. Ішімдік пен кимчиді қалай жеп отырсыз? Апай, сіз неге ішімдік ішіп отырдыңыз? Бір жағдай болды ма? Не болды? Сізге көп рахмет. Көптен бері ешкім менің жағдайымды сұрамаған. Сізге көп рахмет. Не болды сізге? Бір жағдай болды ма? Шынымды айтсам, бүгін сыртқа шығып едім. Бұрынғы күйеуімді кездестірдім. Мә, саған кездейсоқ па? Бірақ ол менің көзіме тура қараса да, мені байқамағандай жанымнан өтіп кетті. Рас па? Сасқанынан солай істеген шығар. Таңғалып, немесе сасқан болған болса, түсінуге болар еді. Бірақ ол маған бейтаныс адамға қарағандай болды. Уақыт бәрін емдейтін сияқты ғой. Арада қанша уақыт өтсе де жаным әлі ауырады. Қатты ауырады. Не істеп жатырсыз? Ішімдік көрсем құсқым келеді дедіңіз ғой. Мұндай әңгімеден кейін қалайша шарап ішпейміз? Апай, соджу ішпеңіз. Сіз екеуміз шарап ішейік. Мұндай оңбағанмен қалай бірге тұрдыңыз? Қане алып қояйықшы. Менің де бүгін көңіл күйім бұзылды. Неге? Мен күнде үйіне тамақ апарып беріп жүрген әлгі әйел бар емес пе?
Кеше ішімдік ішіп алып, солай елге айтпағанды айтыппын. Енді соған бола олмаған суық қабақ танытып жүр. Алдында тізерлеп кешірім сұрасам да ол мені танымағандай болды. Тізеңізді бүктіңіз бе? Иә, солай істедім. Шынымды айтсам, ол әйел туралы тек бар шындықты ғана айттым. Әлгі әйел сыныптасының күйеуін тартып алып, енді қазір оның заңда әйелі болып отыр. Шынымен де нашар әйел ғой, иә. Оның бірінші әйелі көк тиынды алмай, қуылғандай кетіп қалыпты. Сонан бері еш хабар жоқ. Із-түзсіз жоғалып кеткен. Түсінемісіз? Сіз бұл әңгімені қайдан естідіңіз? Сіз оны танымайтын шығарсыз. Хойл Жун деген кісі. Нағыз шіріген бай. Каннамдағы ең мықты деген 4 үйдің бірі сол кісінікі. Бұл өтірік емес. Бірақ ол отбасына таңғалатыным, олар қаланың дамуына жаңа құрылыс бастамақ. Ал бізді сол жобаға алғылары келмейді. Ал мен олардың үйіне күнде дәмді тамақ апарып беріп тұрдым. Сонда да бізді жобаларына қосқылары келмейді. Әлгі үй сол үй ме еді? Дәл солай. Менің жасаған тамағымды сол үйге апарып беріп жүрдіңіз бе? Ал егер ол әйел мені елемейтін болса, мен де қарап отырмаймын. Бұл қауесетті бүкіл Каннамға жайып салам. Мен істеймін десем, істеймін. Бұл дүние неткен тар еді. Иә, дүние тар ғой. Қауесетте лезде тарап кетеді. Осыдан көрде тұр. Мұра жөніндегі өсиет мазмұнын менің айтқандай өзгертіңіз. Барлығы Чихён екеміздің атымызда қалатын болсын. Иә, бірақ ең аз пайыз болса да мұрагерлікке Хожунженің атына бірдеңе қалдыру керек. Сол кезде ол сізбен соттаспайтын болады. Ол бізбен соттасады деп ойламайым. Сондықтан менің айтқанымды істеңіз. Айтпақшы, Жо мырза мен директор Жон куәгер болатын болды ма? Оларға хабарластыңыз ба? Иә, хабарластым ғой. Бірақ ойымыз іске асар ма екен? Ешкім оны тегінен тегін істейін деп жатқан жоқ. Сіз де тегін істеп жатқан жоқсыз. Барлығы жақсы өтсе, сізді заң фирмасына орналастыра алам. Мен бәрін сіз айтқандай жасадым. Жасалған күн 2016 жылдың желтоқсан айының 28-і. Хойл Жунның өсие хаты. Барлығын қарап шықтыңыздар ма? Иә, қарап шықтық. Хо мырза, ендеше құжатқа өзіңіздің қолтаңбаңызды қойыңыз. Мен қазір дұрыс көрмей отырмын. Тұра тұр. Қайда қол қоюым керек? Міне мұнда. Мінекей. О? Үйде көп нәрсе өзгеріпті. Иә, түнде ұйқым келмегесін жиһаздардың орындарын ауыстырдым. Жалғыз өзің бе? Бұл заттар өте ауыр ғой. Жоқ, ауыр емес. Жеп жеңіл. Мықты Чоң. Чоң мықты. Хожунжи мені жақсы көреді. Жунжи 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 мені жақсы көреді. Оның ішкі даусын тек мен ғана естейтін ме, тәуба. Жунжи мені жақсы көреді. Болды, жетер енді. Қайырлы таң. Жунжи! Жунжи! Үйдің жалдама уақыты біткенде қайда көшеміз? Білмеймін. Әлі уақыт көп қой, ол туралы жақсылап ойлану керек. Не болды? Қазір көңіл күйім жақсы, жиһаздарды алдын ала апарып тастайын дегенім ғой. Не? Жунжи, біздің мықты Чоңның батареясын ауыстырып қойған кім?
Батареясын шығарып тасташы, шаршатты. Неге, жақсы емес пе? Таңғы асқа не жегің келеді? Күріш. Кеспе. Таң атпай қандай кеспе, күріш жейік. Кеспе тамақ жасау үшін кеспе жоқ. Мен сатып алып келем. Күріш жейік дедім ғой. Барып қайтасың ба? Тезірек алып кел. Томат пастасын жасаймыз. Жақсы. Әже, сізге көмектесейін. Ауыр ғой, керек емес. Маған беріңіз. Рахмет сізге. Телефон нөмірі бар ма, көрш? Жоқ екен. Көлікті жолдан алу қажет. Жаңа ғана мына жерде мәшине тұрған еді. Бұл қыз тамақ дайындауға кетті ме, неге сонша ұзақ жоқ болып кетті? Тео, қоңырау шалшы. Жунжи мені жақсы көреді. Жунжи мені жақсы көреді. Жунжи мені жақсы көреді. Жунжи мені жақсы көреді. Ол келді. Келді деймісің? Қайдан білесің? Мен келдім. Сендер енді не, телепатия арқылы сөйлесетін болдыңдар ма? Өзі сондай сүйкімді. Анжинжуға қатысты істі тезірек аяқтайық. Біз бұл жолы көп шығынға баттық. Сондықтан мен жаңадан қарастырып жатқан бір шаруашылықты. Жоқ, бұл жолы жаман емес. Ол адам бізден де жаман. Дауысты фишинг арқылы адамдарды алдап арбап жүр екен. Істемеймін деп айттым ғой. Не? Иә. Жунжи мені шынымен де жақсы көреді екен ғой. Тамағыңды же. Көбірек же. Не болды? Отыр. Не болды деймін? Енді менімен оңаша сөйлескенімізді қаламайсың ба? Біреу бірдеңе деді ме? Тео Мадайоңның мінген таксиін тауып алды. Полицияға хабарласам. Жарайсың, енді сен детективтің орнына барлық жұмыс істейтін болдың. Онымен кездесем деп педің? Ол не, сенің жақын досың беді? Кейін мәңгі дос болып кетіп жүрмеңдер. Маған не деген келіп отыр? Жақсы. Сенің Чоңиға деген сезіміңді жақсы білем. Бірақ екеуіңнің танысқандарыңа қанша уақыт болды? Көп уақыт болған жоқ. Бар жоғы шағай. Сені. Рас па? Мен ештеңе істемей қарап тұра беретін болсам, сені Чони құтқарар еді. Ал бұл маған ұнамайды. Жақсы, мені қоя берші. Ал Теоға не болмақ? Жапонияда жақсы тұрып жатқан жерінен Кореяда ғаламтор жақсы істейді деп алып келдің ғой. Өтірік алдап. Бұл өтірік емес қой. Сол сөзіңе сеніп, осы жерге еріп келген байғыз Теоға енді не болмақ? Қане? Жауап бер. Хоң детектив тыңдап тұрмын. Сіз қайдасыз? Мен қазір барамын. Бұл көлікте саусақ іздер және мамандардың көмегіне жүгінсең де бейне тіркегіште еш жазба қалмайтынын қайдан білдің? Бұл менің қабілетім. Білесіз бе соны? Бұл тек алаяқтарға ғана тән тірлік. Ал біз істі ретімен істейміз. Ендеше солай сеңіз. Бұл тек сенің айтып тұрған сөзің. Мадайоң бұл көлікті жүргізді ме жоқ па біле алмаймыз. Бейне тіркегіштегі жазбада түк көрінбейді, қараңғы. Жүргізуші бас киім киген соң оның кім екенін анықтай алмаймыз. Сондықтан істі ретімен істеңіздер, бәлкім бірдеңе табылып қалар. ДНК немесе саусақ іздері. Мына жігіт әбден жыныма тиіп болды. Жақсылап тұрып сазайын берсем бола ма? Мен сені тоқтатпаймын. Саусақ іздері жоқ. Аяқ киімнің ізі де жоқ. Жүргізуші қашып кетерде барлығын жойып кеткен сияқты. Ал көлік зақымданбаған ба? Қашқан кезде көлікті сырған жерлер көрінеді. Ал көліктің іші ше? Іші жағы зақымдалмаған.
Жақсы, көлікте қаныңыздер болды ма? Жоқ, қаныңыздер болмады. Ал сіз кімсіз? Уайымдаудың қажеті жоқ. Көлікте басқа ештеңе табылмады ма? Иә. Көлікте табылған зат тек осы ойыншық қана. 8 аяқ. Бұл сенің түсіріп алған ойыншығың емес пе еді? Жақын жердегі қоқыс жәшіктерін қарап көріңіздер. Киген киім немесе айғақ болатын заттарды лақтырып кетуі мүмкін. Жақсы. Мен саған ескерттім. Бұлай істе, олай істе дейтіндей сен аурухана. Ауруханаға не болды? Такси көлігін тастап барлық іздерін жойып кетті ғой. Бірақ ауруханадан асығып қашқан соң, іздерін жоюға уақыты болмады. Ота бөлмесінде үлкен бөшкеде су тұрды. Ол сол жерде, сол күні пайда болған сияқты. Егер Мадайон оны жылжытқан болса, онда саусақтарының іздері сонда қалуы мүмкін. Егер солай болған болса, онда Мадайонға бөшкедегі судың не керегі болды? Жұмыстан шығамын дейсіз бе? Неге кетесіз? Мен сізді ренжітіп қойдым ба? Жоға, мен біраз демалсам дейм. Жоқ, жібермеймін. Сіз сияқты өз жұмысына мұқият адамды табу қиын. Басында шынымды айтсам, сіздің мінезіңіз бір түрлі екен деп ойлағаным рас, бірақ қазір сізге үйреніп қалдым ғой. Сізге әбден үйрендім. Кешірерсіз. Бұл жеке басыма қатысты шаруа болған соң кетіп барам. Жалақымды көтер деген наразылығыңыз ба? Жоқ, олай емес. Шия, сені араласпасаңшы. Бұл кісі шешім қабылдап қойыпты. Оны неге ұстап отырсыз? Апай, кететін болсаңыз, сізді ұстамаймын. Бірақ сіздің орныңызға басқа адам іздеп тапқанша жұмыс істей тұруыңызды өтінем. Жарай ма? Жақсы. Менің орныма басқа адам іздеп тапқаныңызша жұмыс істей тұрайын. Олай болса, сіз бұл үйде әлі біраз жұмыс істейді екенсіз ғой. Мен жұмыстан келген соң екеуміз бір жерге барып қайтайық. Қайда? Кейінірек сізге мекен жайын айтам. Сол жерге келіңіз. Апайды ертіп кетем. Сен қарсы емес шығарсың, әпке. Әй, бұл қызды ма? Ай! Мінекей. Құдайым-ай, сөмкемді қалай қайтарып алдың? Рахмет. Жоға? Көп рахмет. Сізге қалай алғысымды білдіретінді де білмеймін. Ештең етпейді. Бәрі жақсы. Сау болыңыз. Сау бол. Ей, бұл бір жынды қыз екен. Ей. Апай, мен сізді 10 минуттан аса күттім ғой, неге сонша кешіктіңіз? Кешірерсіз. Көшеде біреу менің сөмкемді ұрлап кетпек болды. Бұл кімнің үйі? Менің жігітімнің. Болашақ жігітімнің үйі. Сіздің тамақтарыңыз оған қатты ұнайды. Сізге сенем, неге есікті ашпай жатыр? Бикеш, бұл сіздің үйіңіз бе? Сіз Чашияның анасыз ба? Жоқ, ол менің анам емес, біздің үйде жұмыс істейтін апай. Сіз бұл қызды қайдан танисыз? Сөмкемді ұрлап кетпек болды деген жоқпын ба? Ал бұл қыз оны қайтарып берді.
ұрлықшыны ұстап алып сазайын бердің бе? Иә. Маған бер, өзім істеймін. Әй, бұл қызды ма? Иә, жол-жерден күткендей оның бөлмесі жарқырап тұр. Анау әлгі қыздың тұратын бөлмесі сияқты. Әбден шыныма тиді ғой. Жонже, бұл өткен жолы сен сұраған Ким Дамрёнға қатысты құжаттар. Құжаттарды қайта қарап шықсам да, шынында да Ким Дамрён екеуін қатты ұқсайсыңдар. Бұл Жонженің анасы ма? Әдемі екен. Жоқ, жай бір-біріне қатты ұқсас адамдар ғой. Адамдардың бет әлпеттері бір-біріне ұқсай береді ғой. Иә. Айтпақшы, Мадайоңның ауруханада ем алған туралы жазба бер деген жоқсыз ба? Онда қандай ем алды? Нейропсихологиялық ем алған болатын. Бойындағы ашуын билей алмайтындықтан жылына 1-2 рет ем қабылдап, ішетін дәрісін алып тұратын. Дәрісін қабылдап жүрмесе, ашуын билей алмайды. Ол сондай адам. Олай болса, қазірдің өзінде де оған дәрі қажет қой. Әйтпесе ол қалай өмір сүреді? Солайда болуы мүмкін. Мадайоңды емдеген дәрігердің ішінде оған көмектесіп жүрген дәрігер болуы мүмкін бе? Олай ойламаймын. Қандай есі дұрыс дәрігер қашқынға дәрі береді дейсің? Сонда да мұндай науқастарды емдеген дәрігерлерді бір тексеріп шығу қажет деп ойламайсыз ба? Жақсы, бір тексеріп шығайық. Мені осы жерден қалдырыңыз. Жоқ, бұл жерден емес, сәл алға қарай жүріңіз. Күн суық қой. Тағы. Жақсы, сау болыңыздар. Мен бір бастығымды тасып жүрген деймін. Біз неге оны тыңдай береміз? Бұл жай айла. Хожунже тек Мадайоңды қолға түсіру үшін арналған тұзақ. Біз оны өз мүддемізге пайдаланып жүрміз. Ал меніңше олай емес сияқты. Енді Жонженің анасы туралы айтып берші. Мен ол кісі туралы көп білмеймін. Жонже 10 жасар шағында анасымен айырылысты. Ол әлде анасын іздеп жүр, қайда екен білмеймін. Ол кісі өз артынан ешқандай із қалдырмайды. Оның анасын іздеп тапсам ғой, қайда жүр екенсіз? Мен ол кісіні ерекше құрметтейтін едім. Дәмі қалай екен? Тілі үйрет. Не? Білмейді екенсіз ғой. Бұл сөзді барлығы ғаламторда жиі қолданады. Бұл өте дәмді деген мағынаны білдіреді. Сіздің көңіліңізден шыққан жақсы болған екен. Жігітіңіз қашан келеді? Тамақ дайын болды ғой. Кімнің жігіті? Сен, Хожу. Біз кете берсек қайтеді? Кетейік. Саған не болды, Чачия? Қазір ма? Иә, тап қазір кетейік. Жақсы, сау болыңыз. Жүріңіз. Сау болыңыз. Апай, жүріңіз. Тезірек кетейік. Тездетіңіз. Жүріңіз. Тездетейік. Жүріңіз. Көліктің есігін өзімді аша аламын. Мен асығып тұрмын. Тез отырыңыз.
Элизабет, сен өзі кімге тартқансың? Көбейту кесесін әлі жаттай алмай отырсың ғой. Ай, Мен келдім. ая. Сен қызды не істесем болады? Әпке, келдің бе? Тезірек шығар. Апаймен қайда барып қайттыңдар? Сен апайдың ұлы бар деген едің ғой. Иә, бар, не болды? Апайдың ұлы туралы не білесің? Енді ұлым өте сымбатты және Кайста оқиды деген. Бірақ олар қазір араласпайтын сияқты. Күйеуімен ажырасқаннан кейін апай бөлек тұрады. Анда-санда ғана хабарламамен алмасып тұратын көрінеді. Не болды? Апай, сіз маған ақыл айтып отырсыз ба? Әпке, бұл кісіге не болған өзі? Сіз менің енем бедіңіз. Мен бір енемнің қолында тұрып жатқан сияқтымын. Бұл кісі шешім қабылдап қойған сияқты ғой. Оны неге ұстап отырсыз? Жоқ, ештеңе емес. Бұл қызға не болды? Алтыға алтыны көбейтсе қайдағы 40? Шия, менің бөлмемде не істеп отырсыз? Кешіріңіз. Мына суретте сіздің ұлыңыз ба? Сіздің ұлыңыз ғой, иә? Иә. Ұлыңыз сізге ұқсамайды екен. Ұқсамағаны несі? Ұлыңыз өзіңізден аумай қалыпты дейді көбісі. Не болды? Мен бұл туралы көп ойланған едім. Осы уақытқа дейін, апай. Сізді енді анашым деп атасам бола ма? Мен неге сіздің анаңыз болуым керек? Әрине, сіз менің анам емессіз ғой. Анам емес болсаңыз да, анама ұқсайсыз. Бір жеріңіз ауырып тұр ма? Еш жерім ауырып тұрған жоқ. Керісінше, бұрын ауырған сияқтымын. Осы уақытқа дейін ағаттылық көрсетіп келдім. Ал қазір мен өз-өзіме келдім. Әй, тамағым кеуіп кетті ғой. Маған су әкеп бересіз бе, апай? Жоқ, су ішесіз бе? Мен сізге су әкеп берейін. Жоқ, керек емес. Мен әкеп берейін. Өзім бара салармын. Жоқ. Не ғой? Сізге не болды? Маған бірдеңе айтқыңыз келіп тұр ма? Кейінірек бәрін айтып түсіндіремін. Кешіріңіз, апай. Анашым. Бұл қызға не болды өзі? Саған не болды, Жонже? Жоғардағы қане төмен түстеуші едің ғой. Бұл бөлме суық қой. Өткен жол келген кезде мына жерден жел соғып тұрған болатын. Бұл жер суық болса, астыңғы бөлмеде ұйықта. Сенімен бірге ме? Мен осы жерде ұйықтайын. Жоға, бұл жер суық емес. Сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Иә. Сені Мадей оңырлап кеткен күні. Иә. Сол кезде ол оңбаған бөшкеге су толтырып қойып беді? Иә. Не үшін? Мадайың менің супер екенімді біледі. Ол мені түсінде көріпті. Сондықтан соны растауым керек деп айтты. Бірақ Жонже, мен саған мұны айта алмайым. Айтпай-ақ қой. Айтуға қиналсаң, айтудың еш қажеті жоқ. Қорқам. Өйткені ол менің құпиямды біліп қояды. Қорқудың қажеті жоқ.
Бәрі жақсы болады. Еш нәрсе қайталанбайды. Бұрын қандай жағдай болса да, енді бұл жағдай қайталанбайды. Мен оны болдырмайым. Оған жол бермейм. Қымбаттым. Сағи. Ой. Қымбаттым. Сағи. Эй. Әке! Әке! Кем мырза, тезірек келуіңізді өтінем. Әкем есінен танып қалды. Дереу арада келіңіз. Жедел жәрдем бөліміне алып келгенде, оның алған жарақатына миына қан кетіпті, бірақ ота сәтті өтті. Рахмет сізге. Ол енді күнделікті өміріне қайтып орала ала ма? Есін жиып өз-өзіне келгенше бірнеше күн оны бақылауымыз керек. Ал қазір мен сізге ештеңе айта алмаймын. Әкеңіз сізді іздеп жатқан сияқты. 1 минут. Әке. Жөн. Иә. Жөн. Иә, әке. Жөнже. 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 Ким Дамрюңның заттары батып кеткен кемеден табылған болатын. Елден қуғынға ұшырағаннан кейін кеме апаты болып, сонда қайтыс болған сияқты. Қазба жұмыстары туралы есеп. Сен ол жерде оны жақсылап қорғадың ба? Неге әлі ұйықтамағансың? Жонже, мен түсінген сияқтымын. Нені? Шынымды айтсам, бүгін көп нәрсеге көзім жетті. Ерлер оңай қолжетімді әйелдерге тартылмайды. Бұл тағы не дегені? Оңай қолжетімді болмау керек пе?
Кездесуге барған кезде физикалық байланысты болмаңыз. Неге? Бұл жақсы нәрседен неге бас тартуым керек? Расында да. Үшінші кездесуде қолыңыздан ұстатыңыз. Неге екінші емес үшінші кездесуде? Неге? Ерлер үшін алғашқы махаббат. Таңба. Ерлердің алғашқы махаббаты жүрегінде қалдырған таңба сияқты дейді ғой. Жүректе өшпес із қалдыратындай мәңгілікке сақталады. Алғашқы махаббат? Сенің алғашқы махаббатың Сехуа ғой. Бұл тап солай болады деген емес. Жоқ, бәрі жақсы. Сехуа сенің жүрегіңде өшпес із қалдырғандықтан күнде сондай қорқынышты түстер көріп жүрген боларсың. Жоқ, олай емес. Мен тағы бір нәрсе білдім. Ер кісі алғашқы махаббатымен бірге бола алмайды екен. Сондықтан сенің алғашқы махаббатың Сехуа болғанында жақсы болған шығар. Егер мен сенің алғашқы махаббатың болғанымда қиын болар еді ғой. Біз бірге бола алмайтын едік. Не болды? Не болды деймісің? Хожунжені ұрлаудың орнына қандай қызды ұрлап кетіп жүрсің? Неге қоңырауларыма жауап бермейсің? Жихён, Есіңді жи, қандай Жихён? Мен Каң Сохимын. соңғы кездері мен бір қызық түс көріп жүрмін. Не? Сол түсімде мен өткен өмірімді көрдім. Түсінемісің? Сенбейтін шығарсың, бірақ бұл шындық. Сол түсімде мен Хожунжені де, сені де, әлгі қызды да көрдім. Әлгі қызды. Әлгі қыз дегенің, сен ұрлап кеткен қызды айтып тұрмысың? Иә, дәл өзі. Бұл шындық. Сол түсімде әлгі қыз су перісі екен. Су перісі. Сен дәріңді ішіп жүрген жоқсың ғой, иә? Дәріңді ішпеген соң солай болған шығар. Иә, сен алар емеспін. Не істерімді де білмеймін. Мен де жынданып барамын. Бірақ сол түсімде бәрін анық көрдім. Енді аз қалды ғой. Хо президенттің шаруасы да бітетін болды. Енді сен Хо Жунжені бір жақты қылсаң, Чихён, сен, мен үшеуміз бақытты өмір сүретін боламыз. Біз бұны ұзақ уақыт күтіп келдік емес пе? Өтінем, есіңді жи. Дәріңді де ішіп жүр. Жарай ма? Қайдағы бір түстер туралы айтуды доғар. Жақсы. Одан кейін де түстер көрген едім. Бірақ жалғасын көре алмадым. Сөйтіп бір күні кенеттен бір түрлі көріністер көз алдыма келе бастады. Мадеон 2009 жылдан бастап бірнеше айда бір рет үздіксіз осы кісіден ем қабылдап келген екен. Мінекей, мына жерде. Профессор Жин Гёнгвон. Сонымен, түсіңнің жалғасын көргің келе ме? Егер ол кісінің маған шұғыл түрде айтқысы келген әңгімесі болса, онда бұл түсті соңына дейін көруім керек пе? Бірақ бұл саған ауыр психологиялық зақым әкелуі мүмкін. Сонда да байқап көрмекпісің? Солай емес пе? Иә. Менің өтінішімді ұмытпағайсың. Тыңда мені. Маған мұндай өтініш айтатын болсаң, мен қалай өмір сүрем? Біз енді қашан көріс аламыз? Бүгін қай күн? Наурыздың ай толатын күні. Наурыздың ай толатын күні 27 жасында қайтыс болды. 27.
Алдыңғы күнімді білсем де тек сәл шегергенім екен ғой. Енді өзгеріс жасау менің қолымда емес. Екеуміз қайта көрсетін күн белгіленіп қойған. Біз қайта кездесеміз. Мырза! 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 Енді жолға шығу керек. Бұл сен болғаның қандай жақсы. Сізбен бұрыннан таныс екеніміз деген ойдан арылыңыз. Мен тек өз жұмысымды істеп жатырмын. Торт салыңдар. Қайықты кері бұр. Не дейсіз? Қайықты кері бұр. Менің қалайда істелуі тиіс бір шаруам қалды. Олай істей алмаймын. Бұл маған ең жақын адамның өміріне байланысты іс. Айыпқа бұйырмаңыз, бірақ болмайды. Мен де қарап тұра алмаймын. Саған уәде берем. Шаруамды аяқтаған соң жолымды әрі жалғастырам. Өтінем сенен. Мен ол адамды қорғай алмасам, онда маған өмір сүрудің еш мәні жоқ. Әрі тұрыңдар. Бұл кісі менің айыпсыз сотталған әкемді өлімнен алып қалды.
Бәрі тұрыңдар дедім ғой. Бәріне өзім жауап берем. Қайықты кері бұрыңдар. Торға түспеді ма? Жақсылап қараңдар. Садақпен атасыңдар ма? Сүңгі лақтырасыңдар ма? Қалайда оны ұстаңдар. Оны ұстап берген адамға жақсы сый беремін. Көп болады. Ұстаңдар. Өй, әкел бері. Құдайым-ай, бұл кім өзі? Болыс басшысы. Жоқ, жер аударуға жіберілген бұрынғы болыс басшысы емес пе? Доғарыңдар. Әлі жағдайды дұрыс түсінбей тұрған сияқтысыз ғой. Сіз маған доғар деп айтатындай кім едіңіз? Қылмыскер неме? Мен тергеу әзірлігінің бөлім басшысы Ким Хёнмын. Сендер бұл жерде не істеп жүрсіңдер? Аңшылар тауда аң аулайды, балықшылар теңізде балық ауламай ма? Мұнда тұрған не бар? Айтыңызшы. Қан! Қан! Не істеп тұрсыңдар? Садақ белатып, сүңгі лақтырып оны дереу ұстаңдар. Құп болады. Құп болады. Сехуа! 난 아직 꿈을 꾸죠. 밤하늘 희미한 달빛처럼 눈부셨던 기억 속의 그 사람 어렴풋이 생각이 나네요. 짧았었던 인연이 이제
құрлықта, ал мен теңізде өмір сүрем. Біз өлгеннен кейін сен екеуміздің баратын жеріміз бір ме? Әлде басқа ма? Біз өлгеннен кейін де баратын жеріміз бір. О дүниеде құрлық теңіз деп бөлінбейді ғой. Білесің бе, Дамрё? Егер біз келесі өмірде кездесетін болсақ, мен өзім болып, ал сен өзің болғаныңды қалар едім. Сонда бір-бірімізді тани аламыз ғой. Солай болады. Қайта кездессек те, сен боласың, мен болам. Ал біз мұны есте сақтай аламыз бекен? Бұл әңгімені. Уәде берем. Өмірге қайта келсем де, сені іздеп тауып, өзіңе ғашық болып, сені қорғайтын болам. Және осы әңгімені қалайда есте сақтаймын. Үшінші бөлімнің соңы. Фильм Шаһар телерадио кешенінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды.